Senin de жақын адамың ауыр халге түсіп қалды ма? Иә. Ауыр тиеді, иә? Ол саған кім болып келеді? Ең жақын құрбым. Біз қанша уақыт бірге өткіздік. Бірге күлдік, бірге жыладық. Ол әрқашан мен жанымнан табатын. Тура сондай менің де досым бар. Бірақ мен оған адал дос бола алмадым. Қиналған кезінде қасында табыла алмадым. Көмек қолын соза алмадым. Жақсы, қош бол. Мен жұмысқа барайын. Қош бол деп айтпа. Қош бол деп айтсаң, келесі кездесуге мүмкіндік болмай қалады. Сол үшін келесі кездескенше деп айт. Жо, не дейсің енді ма? Не дейсің? Іздестіруге келдік. Иә, карточкада етін. Паролін да білмеймін, карточкамен көреміз қазір. Иә, іздестіруге келдік. Болды. Так, стоп! Жігіттер, қыздар, не үшін шақырдым сендер, білесіңдер ма? Мынаның ішінде менің карточкам жоғалған. 10 миллион ақшамен, 10 миллион, білесіңдер ма? Ондай ақша білесіңдер ма? Не ұстап көргесіңдер ма? Так, мен 24 сағаттың ішінде бүгін Анталияға кетуім керек. Сендерге срок сол 24 сағаттың ішінде маған тауып әкелу керек. Түсінесіңдер ма? Менің тапқан адамға сыйлығым бар. Ол сыйлық сендерге енді жетеді. Тапқан адам 2 миллион алады. 2 миллион. Жақсы емес па? 2 миллион? Нормально. Ол тап береміз ғой. 24 сағат жігіттер, қыздар. Үлгересіңдер деп ойлаймын. Бол, давай, кет. Досым, болмайды бұлай. Екеуміз айналысып та, бір жерді іздеп жүргенше екіге бөлініп, екі жақты іздеп тауып алмаймыз ба? Сөйтеміз де ақшасын бөлісіп аламыз екеуміз, білесің ғой?
Так, сен былай кет, мен былай. Қалай? Қалай болса солай. Давай. Давай. Жақсы көресің. Мен де сені жақсы көремін родной. Былай дедім саған. Сұлудай сымбатты қыз. Атың кім болды? Өзің айтып тұрсың ғой. Өзің айтып тұрсың болғанда. Салтанат па? Сұлу ма? Сымбат ау деймін. Сымбат қой, а? Иә. Бәсін. Чо, қай жақтың қызы болдың? Наймандардың ордасын білесің бе? Сол жақтікі. Білем ғой, Наймандардың ордасы батыстан болдың бе, а? Құмаш, Семейдемін. Семей? Особо ондайға жоқпын да негізі. Қай жылғысың? Қанша бересің? Қанша бересің болғанда? 2004-2005 сияқтысың ғой, а? Не ғой? Саған бір сұрағым бар еді. Карточканы іздеп атсың, жеңген адамға 2 миллион береді. Сол 2 миллионға не істемекшісің? Не план деп аттың ғой, жалпы? Не жұмысың бар ақта? Не жұмысын болғанда? Жай сұрап атқаным ғой. Сен де іздеп атсың, мен де іздеп атырмын дегендей ғой енді жалпы. Тоқташ. Сен де карточканы іздеп атсың, мен де карточканы іздеп атырмын. Жұмыла көтерген жұп жеңіл дейді. Екеуміз біргіміз дейді да. Еще 2 миллион берем дейді. Саған миллион, маған миллион. Бөлісіп аламыз. Басың қатты істейді ғой, ә? Иә, бар кішігірім оқығаным. Я, айналайын. Өз жүгімді өзім көтерем. Картаны таптың ба? Тапқан болсам осы жерде жүрем ба? Картаны тауып алсақ 5 миллионның бөлісіп алайық. Іздеп жүрген адамдардың қасына барып, кім тауып содан ақ қоямыз. Қасымда тағы да бір бала бар. Керек емес. Не үшін? Жоқ. Бастықтың қандай оңбаған адам екен білесің ба? Қызық емес ол маған. Ойлан. Сымбат, қанша номеріңді берші. 8777, 482, дальше өзім табам. Дальше таба берем, таба аламын мен. Сондай телеграм бот бар ғой менде, тауып беріп. Кешке сообщениені күтсей мен. Оппо. Бағана өзім жүгімді өзім арқалайын дедің ба? Карточканы тауып алғансың ба? 3282. Номеріңнің соңы ма? Иә. Айттым ғой тауып аламын деп. Ішінде 10 миллион бар. 2 миллион қазір алсақ, кешке романтический ужинға қалай қарайсың?
Жақсы қараймын. Жақсы қарайсың ба? Екеуміз отырып алайық, иә? Таптың ба, брат, карточка? Сонымен жаңағы балдар бар емес па? Ол артымнан көп болып келген ғой. Не ғой? Бағана досымды алдаған үшін жаман ойлап ма? Просто сасқалақтап қалғаным ғой. Ничего, я. Пакет өткізейік. Ей! Бауырым, картаң табылды. Міне. Ой, менікі ма? Иә, сенікі. Өзің таптың ба? Иә, өзің таптың ғой. Рахмет, молодец. Қанша іздедің, таба алмадың. Қай этаждан тауып жүрсің? О, екінші этаждан. Екінші этаждан? Рахмет сонда да. Бел, жақсы. Мен Анталияға кетіп баратырмын. Жақсы. Қақа? Анталияға. Айттым ғой жаңа, Анталияға баратырмын. Карточканы тауып қойыңдар деп. Беретін берсей? Не беретін? Айтты ғой мана тақпан адамға долясын берем, 2 миллион берем дедің ғой. Қайдағы 2 миллион, Өзі 10 миллион карт. Жауап бере аласың, жауап бере алам. Досым, карточканы таппадым деген едің ғой. Оны бағана ғана тауып алдым. Осынша жыл дос болып жүріп, сонда сен мені алдадың ба? Бұндағысы ақша, Какой-то ақша. Досыңды сатып кеттің ба ақшаға боға? Беретінем ғой, не болды сонша? Ақшаға бола сенде. Сен де бұндай күтпедің. Күдерімді үзіп өзіңнен, қорқып жүргенде сезімнен, әлеміме менің сен келдің, үміт көрдім мен көзіңнен. Күдерімді үзіп өзіңнен, қорқып жүргенде сезімнен, әлеміме менің сен келдің, үміт көрдім мен көзіңнен. Seni күттім мәңгілік, кенет келдің, үміт жандырып, сезімсіз кеттім мені қалдырып. Жақсы. Диас, сіздің туысқандарыңыз жоқ па? Бар ма? Сіздің жағдайыңызды айтуға түсіндіріп. Жоқ. Қазір жағдайыңыз жақсы, дәрігерлердің айтқан кеңесін тыңдап, еміңізді қабылдай беріңіз. Жарайды ма, уайымдамаңыз. Қалайсың балам? Яс сен ба? Яс деген? Әділет деген досым бар екен ғой. Сол сәлемдеме беріп жіберді. Сыртта қатты уайымдап жүр сені, қатты уайымдап жүр. Больницаның арт жағынан, аурухананың айналасынан кетпеді үйіне. Сенің осы ауырғаныңа қатты қамығы батыр. Ондай дос табылмайды екен. Әділет деген сен үшін адал, өте адал дос екен. Мен әрі мынау сәлемдемесін алып келдім, әрі Әділеттің соншалықты қиналып атқанын, сен үшін қатты уайымдап атқанын бір ауыз айтайын деп кірдім саған. Жазылып кет балам. Жігітсің ғой. Аурудың бәрін жеңіп кетеді. Жастың әлі, мейлі. Мынауны мен мына жерге қойып қояйын, кейін өзім алып жіберсем. Әділеттей адал дос жоқ екен. Мен тағы айтып кетейін.